инфаркт, инсульт қорқынышты естіледі, иә. Есімім Ләззат Закирқызы, жалпы тәжірибелі дәрігермін. Қазіргі уақытта Алматы қаласында кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтында 2-ші курс кардиолог резидентпін. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, уведомленияны қосып қойыңыз. Біз бастаймыз. Қарапайым тілмен айтқан кезде, жүрек инфаркты дегеніміз не? Жүрек инфаркты дегеніміз жүрек қан тамырларының оттегіні дұрыс жеткізбеу нәтижесінде жүрек бұлшықеттерінде дамитын патология болып есептеледі. Оны біз әрі қарай қалай анықтаймыз, клиникалық белгілері қандай болады? Инфаркт қалай дамиды? Жүрек бұлшықетіне қан тамырлар арқылы қанның дұрыс жеткізілмеу нәтижесінде инфаркт миокарда дамиды. Оған себеп атеросклероздық аурулар. Атеросклероз дегеніміз қан тамырдағы майлы бляшкалардың жиналып қалу нәтижесінде болатын процесс. Инфаркттың біз қандай белгілерін білуіміз керек? Егер сізде төс артында күйіп жаншу сезімі, басып ауру, шақ сұққандай сезім, немесе күйдіру сезімі мазалайтын болса, және ол сол қолға тарайтын болса, жауырын арқасына тарайтын болса, жақ астына қарай тарайтын болса, онда инфаркт миокардына күдік болуы мүмкін. Демек, біз бұл жерде міндетті түрде жедел жәрдем шақыру қажетпіз. Төменде менің әлеуметтік желілеріме ссылка бар. Егер сізге жүрек туралы тағы да қосымша ақпараттар, қан қысымы жайлы информациялар керек болатын болса, инстаграмыма тіркелсеңіз болады. Ал егер сіз болашақ дәрігер болатын болсаңыз, немесе медицина саласына қызықсаңыз, болашақ кардиолог болатын болсаңыз, менің телеграм каналыма кіру арқылы көптеген пайдалы информацияларды, кітапшаларды тегін жүктей аласыз. Жедел жәрдем келгенше біз өзімізге қалай көмектесе аламыз? Егер сіз өзіңізде осы белгілерді байқайтын болсаңыз, онда біріншіден горизонтальды қалыпқа келіңіз, яғни аяғыңызды созып жатыңыз. Көп қимыл қозғалысқа берілмеңіз. Егер үйде нитраттар, яғни нитроглицерин, изокет сияқты препараттар болатын болса, жедел жәрдем келгенше қолдансаңыз болады. Нитроглицериннен бір таблетка шайнап арқылы ауырсынудың күшеюін немесе азаюын бақылаңыз. Міндетті түрде жедел жәрдемді шақырыңыз. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сіздің ішіңізде сұрақтар қалып кеткен болса, немесе видеоға байланысты пікір пайда болатын болса, комментарийда сізді күтемін, міндетті түрде жауап беретін боламын.